Әзірет Омар мен өрмекшілер. Құдайберді Бағашар. Сүйікті балалар, әділеттілігімен аты шыққан Әзірет Омардың қалай мұсылман болғанын білгілерің келе ме? Жұдырықтай Тарантула атты өрмекшінің арқасына мініп, саяхат жасап жүрген кішкентай өрмекшілер де бұл оқиғаны қатты тыңдағылары келіп тұр. Қане, осы қызықты оқиға қалай болды екен? Оқып көрейік. Достар, мына келе жатқан хатта бұл Омар емес пе? Иә, дәл өзі қатты ашулы сияқты. Қылышын асынып, сақадай сайланып алыпты. Ниеті түзу емес-ау шамасы. Қараңдар, пайғамбарымыз бен мұсылмандар жасырын ғибадат жасайтын Арқамның үйіне қарай бара жатыр. Жол жөнекей алдынан Нуайым шықты. Не сөйлесер екен, естуге қатты құмартып тұрмын. Келіңдер, желге мініп, жанына барайық. Өрмекшілер олардың не сөйлескендерін естігілері келді. Сол үшін аяқтарын жинап ала қойды да желмен бірге домалап ұша жөнелді. Бірнеше минут өтер-өтпес Омар мен Нуайым кездескен жерге жақын шидің түбіне келді. Шидің түбінен екеуінің әңгімелерін тыңдай бастады. Ислам дінін қабылдаса да, онысын әлі жасырып жүрген Нуайым: «Уа, Омар, жол болсын, қайда бара жатырсың?» деп жөн сұрады. Пұттарды тастап, Құрайш халқы арасында іріткі салып, халықты бөлуге тырысып жүрген Мұхаммедті өлтіруге бара жатырмын. Нуайым Омарды бұзық ниетінен қайтаруға тырысты. Мұны байқаған Омар: «Сен де мұсылмандарға жақтасып жүрсің бе?» деп Нуайымның жағасына жабысты. «Я, Омар, сен мені қоя тұр. Әуелі өз туыстарыңа қарасаңшы. Қарындасың Фатима мен күйеу балаң екеуі де мұсылман болды. Бар, әуелі соларды тәртіпке салып ал». Өрмекшілер сыбырласып сөйлесе жөнелді. Омар таң қалып тұр. Енді не істер екен? Қараңдар, қарындасының үйіне бара жатыр. Шіркін, біз де бара алсақ қой. Фатиманың үйіне қалай баруға болар екен? Жел тоқтағандықтан желмен ұшып, домалап барар мүмкіншілік жоқ. Тек жаяу жүріп бара алады. Бірақ бұл да ұзақ уақыт алатындықтан бұлар жеткенше оқиға бітіп қою мүмкін. Дәл сол кезде араларынан біреуі: «Қараңдар, біз паналаған шидің түбінде өрмекші Тарантула емес пе?» «Иә, сол ғой. Өтініш жасасақ бізді апарып тастамас па екен? Қанша дегенмен адамның жұдырығындай үлкендікте ғой. Мүмкін тез жетерміз». Айтқаның дұрыс-ақ, бірақ ол бос емес сияқты. Қарасаңшы, көйлегін ауыстырып жатыр. Өрмекшілер шиден түсіп бәрі бір ауыздан «Тарантула, Тарантула!» деп айғайлады. Тарантула соңғы аяғын ескі қабығынан шығарып жатып: «Мына жерге қысылып қалыппын. Өкпемді қысып жіберді ғой», деп өзімен өзі сөйлесіп жүр. Кішкентай өрмекшілердің бірдеңе деп жатқанын байқаған Тарантула: «Не болды, балалар? Неге бәрің әбігерленіп жүрсіңдер?» Өрмекшілер көргендерін жарыса айтты. Сөйтті де: «Сен өте жылдам жүре аласың ғой. Бізді Фатиманың үйіне апаршы», деп жалынды. Тарантула біраз шаршап тұр еді, бірақ ол да қызығып кетіп: «Жарайды, қане үстіме тез мініңдер, кеш қалып қоймайық. Омар Фатиманың үйіне жетейін деп қалды», деп өрмекшілерді асықтыра бастады. Фатима ағасы Омар келгенін байқап, оқып отырған Құран парақшаларын дереу тығып үлгерді. Омар ашумен: «Оқып жатқандарың не нәрсе?» деп сұрады. Күйеу баласы: «Қолымызда ештеңе де жоқ, жай әншейін екеуміз әңгімелесіп отырмыз», деді. Омар күйеу баласының жағасынан ұстап жерге алып ұрды. Араша түспек болған Фатиманы шапалақпен салып жіберді. Омардың соққысынан Фатима жерге ұшып түсті. Барлық өрмекшілер ауыздарын ашып қарап қалыпты. Фатима орнынан тұрды да ағасына тіке қарап: «Уа, Омар, мейлі, қолыңнан келгенді істе. Мен де күйеуім де мұсылманбыз. Аллаға және елшісіне иман келтірдік», деді де сол жерде шахада калимасын тағы да қайталады. Омар не істерін білмей сасып қалды.
қарындасына: оқып жатқан нәрселеріңді алып келші, Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассаламе не түскенін байқап көрейін, деді. Фатима: оны тек таза адамдар ғана ұстай алады, алдымен тазаланып кел, деді. Омар орнынан тұрып жуынып келді. Фатима оған Құран парақшаларын тыққан жерлерінен алып берді. Омардың оқып жаза аларлық сауаты бар тұғын қолына алған сүрелерді оқи бастады. Таха, біз саған Құранды машақат үшін түсірмедік, бірақ қорыққан кісіге насихат үшін түсірдік. Ол жер мен биік көктерді жаратқан жаратушы тарапынан түсірілді. Омар оқыған сайын терең ойға батты. Оқығандары оған қатты әсер етіп жатыр. Ол одан әрі оқи түсті. Расында да Алла менмін, менен басқа тәңір жоқ. Маған құлшылық ет және мені еске алу үшін намаз оқы. Омар бұдан әрі таңданысын жасыра алмай: ғажап, қандай терең мағыналы сөздер, сірә бұдан артық бола қоймас, деді. Омардың осы сөзін естіген Құран үйретуші Хаббаб жасырынған жерінен шықты да: сүйінші, сүйінші, я Омар, деді. Расулалланың саллаллаху алейхи уассалам жасаған дұғасы қабыл болды-ау деймін. Ол кеше түнде: я Алла, ислам дінін Абу Джахил немесе Омар арқылы күшейте көр, деп дұға еткен. Омар Расулалланың саллаллаху алейхи уассалам қайда екенін сұрады. Арқамның үйінде екенін ести сала дереу жолға шықты. Өрмекшілер де қайтадан тарантулаға мініп Омардың артына ілесті. Өрмекшілер жол жөнекей өзара әңгімелесіп келеді. Омар мұсылман болу үшін бара жатыр. Құдайдың ісіне қараңдар, жаңа ғана адамзаттың асылы Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассаламды өлтіру үшін іздеп жүрген Омар енді оған бағынып мойынсұнуға асығуда. Осы кезде үнсіз келе жатқан тарантула сөзге араласты. Білесіңдер ме, балалар, егер Омар мұсылмандықты қабылдаса, онда басқа мұсылмандар құлшылықтарын еркін атқара алатын болады. Неліктен? Өйткені ол өте күшті әрі өте батыр адам. Мүшриктер оған қарсы келуге қорқады. Өрмекшілер Омар мен Нуаймға ілесе алмай артта қалып қойды. Кешіңгіреп келген өрмекшілер бір бұрышқа орналасып үйдегілерді тамашалай бастады. Қаруын асынып келген Омарды көрген сахабалар аздап үрейленді. Бірақ Расулалла саллаллаху алейхи уассалам күлімсіреп отыр. Расулалла саллаллаху алейхи уассалам салмақты қалпын бұзбастан сахабаларына: қорқатын дәнеңе де жоқ, келсін, Алла оны мүмкін дұрыс жолға салайын деп жатқан шығар, деді. Пайғамбарымыз рұқсат бергендіктен сахабалар есікті ашты. Омар ішке кірді. Жүзі ерекше жарқырап тұр. Бір мезет Расулалланың жүзіне қарап ойланып тұр. Неге келдің, хатта болу Омар, деп сұрады Расулалла саллаллаху алейхи уассалам. Алла мен Расулына, сондай-ақ ислам дініне иман ету үшін келдім, деп жауап берді. Отырғандар тегіс бұған қатты қуанды. Бәрі де бір ауыздан тәкбір айтып, қуаныштарын білдірді. Аллаху әкбар, Аллаху әкбар. Омар мұсылман болды. Ол 40-шы мұсылман. Мүшриктер бұл хабарды естігенде не істер екен? Қараңдаршы, иман еткен Омар қобалжып орнында әрең тұр. Омар: я Расулалла, біз өлсек те, өмір сүрсек те, біздің дініміз хақ емес пе? Я Алланың атымен ант етемін, өлсек те, өмір сүрсек те, біздің дініміз хақ дін. Олай болса, неліктен әлі жасырынып отырмыз? Сені хақ дінді таратушы етіп жіберген Аллаға ант етемін. Бүгіннен бастап қорықпай, тартынбай, батыл түрде мүшриктердің арасына барып, ислам дінін жаямын. Осылайша алдында Расулалла саллаллаху алейхи уассалам, оң жағында Омар, сол жағында Хамза, артында сахабалар арқамның үйінен шықты. Олар
Қағбаға бара жатыр еді. Өрмекшілер де олардан қалмай ілесіп келеді. Олардың өз араларындағы әңгімелері таусылар емес. Мүшриктер енді не істер екен? Омар мұсылман болып қайтады деген ой олардың түсіне де кіріп шықпаушы еді. Не істерлерін білмей мең-зең боп қалды. Жүздерінен қорыққандары байқалады. Араларынан біреуі: «Уа, Омар, қандай жаңалығың бар? Қасыңа ертіп алғандарың кімдер?» деп сұрады. Омар: «Лә иләһә иллаллах, Мұхаммадун Расулулла деген жаңалықпен келдім. Ешкім орнынан қимылдамасын» деді. Мүшриктердің тілдері күрмеленіп қалды. Расулалла Қағбаны тауап жасап намаз оқыды. Мұсылмандар да ашық түрде намаз оқыды. Міне сол кезде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам хақ пен жалғанның ара жігін анық ашып бергені үшін Әзірет Омарға Фаруқ деп ат қойды. Соңы, егер ертегі ұнаса, каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.